Жаңа сіздер тамашалаған ол Мысырда орналасқан пирамидалар. Егер де біздің бағдарламамыз Астананы жағалайық емес, Мысырды жағалайық болғанда, мен сіздерге сол пирамидалар жайлы айтып беретін едім. Бірақ біз әзірге Астанадамыз, сондықтан да елордамызда орналасқан пирамида, яғни бейбітшілік және келісім сарайы жайлы айтып беретін боламын. Ендеше барлығымыз бірге Астананы жағалайық. жылдың әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы бейбітшілік және келісім сарайын салуды ұсынған болатын. 3 жыл өткен соң 2006 жылдың 1 қыркүйегінде бейбітшілік және келісім сарайы ресми түрде ашылған болатын. Ал 12 және де 13 қыркүйек күндері бейбітшілік және келісім сарайында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 2-ші съезді дәл осы жерде өткен болатын. Ендеше елордамыздың мақтаныштарының біріне қош келдік. Пирамиданың кіреберісі жер астында орналасқан. Сарайдың қабырғасының ұзындығы 62 метрді құрайды, ал ауданы 25-5 мың шаршы метрді құрайды. Ғимарат ағылшын архитекторы Норман Фостердің жобасымен салынған. Ғимаратта Қазақстан Халықтар Ассамблеясы ұлтаралық және дінаралық келісім орталығы, мұражай, 1000 жарым орынды концерт залы, кең орталық атриум мен қысқы бақ орналасқан. Құрметті достар, пирамидаға келген қонақтарға арнайы 3 тілде экскурсия жүргізіледі. Экскурсияның арасында шаршаған болсаңыз, арнайы Тамирис барына келіп, өзіңізге ұнаған шай немесе кофені алып, осы жерге отырып, тынығып, дәмі істесеңіз болады. Болды. Сен бар түсіребіш, мен кішкене отыратыншы. Кофесі дәмді екен. Түсіребіш деймін, барабіш. Деймін отырайыншы. Hello, it's me. Бейбітшілік және келісім сарайының кіреберісінде қызықты информацияға толы осындай объекттерді көруге болады. Құрметті достар, егер де дәл қазіргі уақытта бейбітшілік және келісім ғимаратына келетін болсаңыздар, дәл кіреберісінде итальяндық суретші Ронди Скензаның өзінің жеке көрмесін тамашалай аласыздар. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, бейбітшілік және келісім сарайына қош келіпсіздер. Сіздердің алдарыңызда пирамиданың макеті. Қазір біз 3 залды көреміз. Олар опера концерт залы және де 2 конференция залы. Пирамиданың астыңғы бөлігі бізде қара түске боялған, бұл жер асты бөлігі. Жер беті бөлігі ақ түс келеді және үстіңгі күмбезі көгілдір аспан тәріздес болып жасалған көресіздер. Пирамиданың биіктігі 75 метрді құрайды. Бұл 25 қабатты үймен тең. Пирамиданың негізгі қалану идеясы біздің президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтікі. Сәулеткері Норман Роберт Фостер атақты ағылшындық сәулеткер, ал салған түрік компаниясы Символ Иншаат. Ғимаратымызды 13 айдың ішінде салып бітіріп, 2006 жылы 1 қыркүйекте ашылу салтанаты болды. Ғимаратымызда өтетін негізгі іс-шара ол дін өкілдерінің әлемдік және дәстүрлі діндер съезі. Әрбір 3 жыл сайын өтеді. Норман Роберт Фостер атақты ағылшындық сәулеткер және оның командасы. Норман Фостердің Қазақстандағы көптеген жобалары бар. Олар Хан Шатыр ойын-сауық орталығы, Назарбаев орталығы,
және де Абу Даби Плаза қазір салынып жатқан. Бірінші Норман Фостердің эскиздері мен қалану кезіндегі суреттерді көріп тұрсыздар. Ғимаратымызды 13 айдың ішінде салып бітіріп, 2006 жылы 1 қыркүйекте ашылу салтанаты болды. Бұл жерде, яғни ғимарат негізгі конструкциясы болат және цементтен құралып жасалған, сыртында гранит тасы, ішінде мәрмәр тасы, үстіңгі күмбезі әйнектен жасалған көресіз. Үстіңгі күмбезіне назар аударыңыздар. Күмбезінде конференция залы, бесік залы 4 жерден бекітілген 4 колоннада тұр, яғни ілулі тұрған залды бесік залы деп атаймыз. Онда әйнектерінен 130 көгершіннің суретін бақылайсыз. Бұл Қазақстандағы 130 ұлттың бейбітшілікте өмір сүретінін көрсетеді. Ең үстіңгі күмбезі көгілдір түске боялып, ортасында күн бейнесі суреті бейнеленген. Бұл Қазақстанның туы тәріздес болып жасалған. Қазір біз бейбітшілік және келісім сарайының опера концерт залындамыз. Бұл жерде 1300 адамға арналған орындық бар және 2 балконы. Қазір біз астыңғы сатыдамыз. Зал қызыл классикалық түске боялып, сарғылт түспен әрленген. Бірінші балконда VIP орындар, президент және оның қонақтарына арналған арнайы креслолар. Және де сахнаның алдыңғы 2 бөлігі 3 метр тереңдікке дейін түсіп, ол жерден 80 адамға арналған оркестрлік құдық пайда болады. 25 гримерлық бөлмелері бар. Опера концерт залында аты айтып тұрғандай опера, балет, концерт түрлері өтіп тұрады. Осы жолы желтоқсан айында Франциядан келген актерлар қазақ тілінде осы қазақ актерлармен бірігіп Нотр-Дам де Пари атты көрініс мюзиклын қояды. Мен отырған сахна жайдарман көрермендеріне өте таныс сахна, өйткені бұл жерде республикалық жайдарман жоғары лига ойындары 2018 жылы маусым бойы өтіп келе жатыр. Мен үшін де өте ыстық сахна, өйткені мен де бұл сахнада өнер көрсеткенмін. 2018 жылдың жаз мезгілінде Астана мюзикл театры 1 ай бойы 30 күн үздіксіз осы сахнада Ромео Джульетта көрінісін күнделікті көрсеткен болатын. Астана қаласының тұрғындарына, қонақтарына және де көрерменнің сұрауы бойынша олар ол көріністің мерзімін тағы да алға қарай 1 айға созған болатын. Өйткені бұл сахнада кез келген өнер иелері өзін емін еркін керемет сезіне алады. Барлық мүмкіндіктер жабдықталған, бүкіл техника, жарық, барлығы жоғары сапада, жоғары деңгейде. Мен үшін де өте ыстық, өте жақсы көрем бұл сахнаны. Көрермендер де бір ерекше әсер алатын орын. Сағынам бұл сахнаны. Жақсы көрем. Ойнай бергім келеді. Шыққым келеді бұл сахнаға, өнер көрсеткім келеді. Өйткені бұл сахнада еліміздің өте танымалы тұлғалары шыққан. Оның әсері басқаша, жеткізе алмаймын сөзбен. Күшті. Байгын балдар. Байгын балдар. Ulan sen kişiye kadar üylendin koy, alıp kimsin ben? Koş, айтпашы, koş ya. Айтпашы, үйленген туралы айтпай koş. Алдың ойында да ойбай үйленді, бір той жасап, әлде қандай жұрт шулап, ерте басы туысқандардың арасында әңгіме былықпай болып жатыр. Не дейді? 20 жасында үйленіп кетті, бір бәле болды. Сендер өз қызық болады деп үйлендірдіңдер ал. Мамам қасында жататын мен әлі күнге дейін. Мен бар ғой, немен қызық болады, үйіне үйлендіріп тастаңдар, не болдым мен? Әлі мен дым көрмеген мен, сүтпін ғой мен, Наурыз. Жетіскеннен үйлендім мен, Наурыз. Соттан жеңіл қолың ба?
Ал мақұл үйлендіріп алдыңдар. Не болған білмеймін. Дым көрмеген, былай бола ма айтып қойсаңдар болады ғой. Не? Беташар бітті. Болды, кетті. Бәрі қайтты, саяқтардың бәрін жуып, бәрі жатты. Есікті аштым, бөлме қараңғы. Светті жағып қалдым. Қорқып өліп қала жаздадық. Айтып қойсаңдар болады ғой, сонда дым көрмеген. Не деп айтамын? Мен байғұс оны соткіден де көріп үлгермеген. Сіз айтсаңыз болады ғой, Нұреке сон. Сіз айтсаңыз болады ғой. Мен ба? Айналайын, мен бойдақпын, үйленбеген, мен білмеймін одай. Қойшы, ей. Не? Бәленің бәрін білесің сен. Ана екеуін айтса болады, білмейді. Неден қорқып жүрсің? Светті жағып қалдым, беташар деген ешқайсысы қайтпапсыңдар ғой, 20 адам ұйықтап жатыр, шошып кеттік. Құрметті достар, біз қазір бейбітшілік және келісім сарайының ең жоғарғы 8-ші қабатындамыз. Бұл жерде қысқы бақ орналасқан. Бұл қысқы бақта 20-дан астам өсімдік түрлері бар. Бұл жерде қыс мезгілінде суық ауа райы болатын уақытта помидор, қияр егіп өсіруге болатын сияқты. Бірақ кішкене ыңғайсыздау. Бұл қысқы бақта екі баспалдақ орналасқан. Бұл екі баспалдақ бір-бірімен мүлдем қиылыспайды. Пирамиданың шыңы болып табылатын үлкен шыны күмбез бізді Қазақстанда тұратын ұлттарды символдаушы және Қазақстанның бірыңғай халқын көрсетуші 130 көгершін ойнақтаған аспанға қарсы тастайтындай. Залдың сыйымдылығы 100 адам. Зал супер заманауи ілеспе аударма техникасымен жабдықталған. Залда сандық конференц жүйесі бар. 30 микрофонды делегат пульті, 6 аудармашы пульті, 50 инфрақызыл қабылдағыш наушникпен 6 аудармашыларға арналған теледидар, 100 орынға есептелген және дыбыс құрылғыларының стандартты жинағымен бірге іс-шара өткізу үшін бесік залының ұсыну бойынша қызметтер құны 750 мың теңгені құрайды. Ауданы 230 шаршы метр. Залдың сыйымдылығы 100 адам. Құрметті достар, бұл ғимараттың бір кереметтілігі, арнайы мүмкіншілігі шектеулі жандарға арналған осындай тақта бар екен. Саусағының сезу арқылы мына жерде не жазылып тұрғанын оқи алады. Барлығы толықтай жазылған. Ғимараттың қай этажында не орналасқан осы жерден келіп біле алады екен. Мен қазір бейбітшілік және келісім сарайының бірінші қабатында орналасқан конференц залындамын. Бұл жерде талай кездесулер, келіссөздер өткен болатын. Мына орындықта елбасымыздың өзі отырған. Елестетіңіздерші, мен елбасының отырған орындығында отырмын. Әсері кәдімгідей сөзбен жете салмайсың. Және де бұл конференц залының бұрышында арнайы аудармашыларға арналған орын бар. Ал конференц залының дәл жанында екі жақты келіссөздерге арналған арнайы бөлме бар екен, кіріп тамашалап көрейік.